Тұрғындары, қайырлы күн. Бөгетсай ауылдық мәдениет үйінің Instagram парақшасының тікелей эфиріне қосылып жатқан көрермен. Елімізде маусымның әр 3-ші жексенбісі медицина қызметкерлерінің күні. Ауылымыздың тұрғыны, медицина саласының ардагері Сания Сұлтанова. Қош келдіңіз, апа. Көңіл күйіңіз қалай? Мен үшін бір адамның жанына шипасын алуға жәрдемші болсам, бір баланың дүниеге келуіне жәрдемші болсам, соның өзі мәртебе, соның өзіне қуанамыз. Біз жұмыс уақытында әрбір адамның жаңағы көңіл күйін бақылап, солармен бірге ауырып, солармен бірге қуанып, солармен бірге жүретінбіз. Тіпті бала шағамыз да ұмытып кетіп, тіпті солармен бірге күні түні солардың қасында болатынбыз. Көрдім сенің атар таңның арайым, сенің анаң жанарында тұрады. Біз 10 баламыз үйде, 3 ер бала, 7 қыз бала, соның 3-шісі мен. Содан кейін бастауыш мектепті сол ақпанда бітірдім. Одан кейін Ұстазайға Тумалардың қолында келіп 7-ші сыныпқа дейін оқыдым. 7-ші сыныпта әке шешем көшіп кетті Сияққа 62-ші жылы. 65-ші жылы 11 жылдық мектепті бітірдім. Жаңаменен ата-бабамен барып жүрген күндеріміз өткен жоқ. Тек ертерек туып қойғаныма өкінемін. Осы уақыттарда тусам, бәлкім одан да күшті болар ма еді. Енді сол осы медицина саласында жүрген кезіңіздегі сіздердің замандарыңызбен қазіргі заман салыстыруға өте мүлде келмейді. Енді ол кездің қиындығы бөлек. Сол кезде жүріп өткен жолыңызға бір артқа қарата көз жүгіртіп әкелгендегі жәрдем ол жаңа мен Рита деген медсестра болды. Сол менің кәдімгі тәрбиелеген жаңағы көп не істеген сол кісі болды. Соның баласын 67-ші жылы госпрактикаға келгенде соның қабылдадым кәдімгідей өз бетіммен. Сондықтан біз бүгінгі шарамыз осы анамызды тарихи мұра ретінде артта із қалатындай осындай анамыз болды деп осы насихаттау мақсатында анамызға осы сұхбат өткізіп отырмыз. Қуаныштымын келіп бүгін өзіңіздің ойыңызды айтқаныңызға, осы жерде ортамызға келіп пікірлескеніңізге қуаныштымыз. Рахмет, Алла разы болсын сізге. Олардың еңбектері зор, олар осы күннің батырлары деуге болады. Барлығына да отбасыларына дендеріне саулық беремін. Халыққа көмектерін көрсете берсін. Айтқаныңыз келсін.